Жылдар бойы осылай баяу қимылдап, ұзақ отырып жүре берсек, буын өз жұмысын бұрынғыдай атқара алмай қалады. Сондықтан қазір бірден көп жүру керек деген сөз дұрыс емес. Егер артроз жайлы толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнада осы тақырыпқа арналған видеолар бар, тізе буын артрозы және артроз кезінде қалай жүру керек. Сол видеоларды көріп, пайдалы кеңестер алыңыз, сілтемелері осы видеоның соңында беріледі. Ең қызығы, қозғалыс азайғанмен тізеге түсетін тұрмыстық жүк азайған жоқ. Үй шаруасы, шелек тасу, ауыр сөмке көтеру. Бұлардың бәрі бұлшық етке емес, тура тізе буынның өзіне салмақ түсіреді. Бұлшық ет әлсіз, жүк көп, ең қауіпті комбинация осы. Жасы келгенде әйелдің ағзасы баяулайды, бұрынғы әйелдік гормон кеми бастайды. Эстроген азайғанда буын да қорғанышсыз қалады, шеміршек жұқарады, сүйек тығыздығы төмендейді, қабынуға бейімдігі артады. Сол себеп